Мен өзімнің тұрғынымын шаруашылық, мамандығым бұрын теміржол машинисі болдым. Одан кейін автоклубта шопыр механик болдым. 85-тен бастап мені екінші мүгедектік топтан шығарып тастады. Содан бастап мен жұмыссыз қалдым. Мені уақытта мен қолым өте көп бос болды. Содан кейін қарап жүрмейін деп сол ауданда мүгедектердің қоғамын ұйымдастырдым. Қоғамдық ұйым. Оның айлығы азғандағыда пенсиям бар. Сонымен күн көріп жаттым. Сол уақытта мен өмірдің көп қиыншылығына тап болдым. Себебі биліктегі отырғандар, ол мүгедек кім, неге мен көмектесем, пенсиясы бар ғой дейді. Сонда халық мән бермейтін, халықта бір қатыгездік жағдай пайда болды. Сол сияқты мен өмірге ыза бола бастадым. Неге адамдар рухани оянбайды? Олардың көбінің жағдайын көрдім. Содан бастап мен Азаттық радиосына кілең мақала беретін болдым. Радиоға тікелей шығып. Сонда мен ашшы ойларымды айта бастадым. Бір күні ойламаған жерден маған телеарнаға келіп тұр, Көшкінбай деген жігіттен. Сізді Ақтөбеге осындай алдаспа деген қоғамдық ұйым құрылып жатыр, соған қатысыңыз деген. Мен Көшкінбай деген кім, алдаспа деген кім. Уақытта біз әлі оянған жоқпыз, хабарымыз жоқ. Қарасам Ақтөбе газетінде кішкентай хабарландыру бар екен. Сосын бір Естаев Қуаныш деген өзінің үлкен ағам бар еді, онда таза оппозиция, осында халыққа тік айтады. Соған бардым, мынаған барайық, қатысайық. Ол маған айтты, мен неге барам? Сен шақырып тұр ғой. Мен кіргізбейді ғой. Мен бармайым деді, тік адам еді өзі 39 жылға. Сол үгіттедім. Барайық, кіргізбәсем, мен сен кіргізем. Айтам деп өзімше беделім, талынбайым, алдаспа деген не, шаруам жоқ енді. Содан оны алып келдім етіп пойызбенен. Сол алғаш келді осында ең бірінші рет серікті көрдім. Адамдар жиналып жатыр, келіп жатыр, уақытында келдік. Оны бірден сұрадым. Бұның бастығы кім деп. Сосын бір серікті көрсетті. Бірден қызық кеттім. Бір әдемі, ұзынша бойлы, қара бұртты, Шәкен Сайфуллиннен айдым жігітті көріп, жүрегім жүріп кетті. Әжеде жүр, ақ көйлекпен өзінше бірден басқарып жүр. Залда отырдық. Соғықта Нұржан Пидмен секретар болды. Сода қатысты. Қараса, биліктегі адамдар да жүр. Бәрі залда отыр. Жас жігіттер шығып, әртүрлі сөздер, аш-шаш әңгімелер айтылып жатыр, қоғам жайлы әңгімелер айтылып жатыр. Содан шығып, менде мүгедектер жайлы, адамдар мән бермейтін жайлы, халықтың руханиден азайып бара жайлы, неге біз жаңа егемендік деп алдық, егемендікті біз қалыптастырмаймыз, неге деген сияқты менде бір азғантай сабақтағы ойлар пайда бола бастады. Одан кейін жаңа газет шықты, онда мақаламды басты. Сосын үзіліс уақытында бізге хабарлады. Кім ауданнан келді, мына жерде бөлме бар, сода шай жасап отыр. Ал Ақтөбенің тұрғындары, мына жерде Жастық деген кафе бар. Әбет ішіңдер, әбеттеген жалғастырамыз деп. Сол бір қуаныш еріп кірсек, әже ұсылып жасап отыр, балдар сол уақыттағы мүмкіншілік бар. Шамал пирожки, анау мынау уақыт ек бірдемелер, шайлар, енді уақытта жоқшылық қой, шай жасап қойыпты. Содан бастап біз алғашқы танысып кеттік. Одан кейін Серікпен жақын таныстық. Сөйтіп жүргенде Серік екеуміз Серікті шақырған екен, Советгаз Ақатаевты Алматыдан. Советгаз Ақатаевты Алматыдан шақырды, менің қасымда жеке Волгам бар. Екеуміз ембіден күтіп алдық, Серік екеуміз. Онда мақсатымыз Кеңгияққа алып бару еді. Халықты ояту еді. Советгазды мен танымаймын, Серік бәрі біледі. Содан кешқара пойыздан түсті, ембіде ешкім танымаймыз. Я Серік танымайды, я мен танымаймын. Кеткен қонағымыз үлкен кісі, апаратын жер жоқ. Күн кеш болып қалды. Сосын сол ембіде мен ағам бұрын Патриотный председатель болған. Есімде, заготовительдері жақсы тұрады. Кезген заготовитель солда бай тұрды. Сол үйін сұрадым. Ол жігітті танымаймын. Бір көрсетті барсақ, мен аула жақсы жағдай көріп тұр, күйі жақсы. Сосын мен қатарлы жігіт екен. Шақырып айттым, сүңеге бүгін құрып шығуға бола ма? Кімсің деді. Шмет Қарқынбаевтың інісімін деді. Шошып кетті. Ағам соның бастығы болған ғой бұрында. Ойбай, кіріңіз. Деп отырып қонақ қылды. Сонымен Совет Ақатаев әңгіме айта бастады. Ана жігіт жағасын ұстады. Уақытта орыстар бізге қиянаты, бұрынғы өзгерістің жоқтығы, қазақта құлдық болып жүргені, бүкіл неміз жайы Совет Ақатаев айтқанда аузымыз ашып қалдық. Сол сәкеңді неге бардық Кеңгияққа. Серік екеуміз Кеңгияқта қалып кездестірдік. Онда Шұбарғыда, Енді өзіңіздің қосқан үлесіңіз жайлы айтыңызшы осы. Менің үлесім мен алғаш келеді, онан да бұрын бастағанмын.
Мен 88-де Жаңаөзенге бардым. Жаңаөзендегі әңгімені естідім. Уақытта бәрі тыйым салынған, айтылуға болмайды. Жаңаөзенге барғаннан кейін Жаңаөзен жігіттері осы жерде жігітіге топ-топ болып, олар мені Көне Жетібай деген жерге бөліп жіберді. Мен Көне Жетібайда бір жет жаттым. Бата жұрттар шығып сөйлеген жоқпын, жұрт азғырған жоқпын. Шешендердің киім жаттарын тиесіп, бәйшеде шешендер қаша бастады. Кәдімгідей өздеріне қорқып, ешкім сабаған жоқпыз. Соларды көшесіге бір жеті жүріп, содан бастап ояна бастадым. Қазақ қалықша шешендердің біз өзеннен автономдық республика шығамыз. Біздің жеріміз, ол қаптап ингуш шешендер көп екен. Солардың көшуіне көп атсалыстым. Содан бастап мен өзіме көңіліме жинай бастадым. Елдің мүддесін қозғайтын адам бар екен. Адамда үш қасиет болады екен болса, бірінші намысыңды қорғайтын күш, екінші семьяңды қорғайтын күш, үшінші отаныңды қорғайтын күш. Отанды қорғайтын күшіңе ол ардасу керек, ояну керек. Семьяңмен қарамасаң енді өзі жауаптысың ғой. Міне осындай мен көп адамдар ішінде жүрдім. Көп жерде болдым. Невада семейге әлгі де қатысып жатырмын. 5-1 Ақтөбеде жалғыз мен қатыстым. Бағысқа 2 рет бардым. Кеше Өзбекстанмен шекара бөлерде өте қиын болды. Бағыстың дауы 6 айға дейін бөлінген жоқ. Ортасында бөлініп кетіп. Содан Айсұлу Қадырбаймен кездестім Алматыда. Айсұлу Қадырбай кездескен мына Оралдағы 4 жылдыққа қарсы жігіттер митинг ұйымдастырды. Президент приказ шығарсын. Оралдағы қазақтардың той болмасын. Сол уақытта мен Оралда жастар Қоншаймен кездестім, Айсұлу Қадырбаймен кездестім. Айсұлу Қадырбаймен кездескенде мен жылап отырып тағы қалдым. Жап-жас құйтақыдай қыз бала ел қанына шығып, қазақ дейтін бұл ұлт жоқ, бұл орыс. Сен бұл патшаға бағынға салдат. Өзің жері бар Россия. Неге сөзде той жасамайды? Неге 400 жылдығын біздің елде жасайды? Неге қонақ маған келіп, төрге отырып той жасайды? Деген Айсұлудың жаңғы сөзі мен оятып кетті. Соны жылап отырып, қабылдап. Содан кейін неге мен Айсұлудан кейін боламын? Қыз баланың өзі осындай жалған сөз айтып отыр. Мен соғықта білдім, қазақтың кім екенін, ұлт емес екенін, жаңағыда қулықпен біздің елімізге. Содан бастап мен осыдан қалған жоқпын. Енді бүкіл осындай енді отанның намысын енді осыгідей көп жігіттермен араластым, көп заттардан білемін, көп заттарды естідім. Сосын оның ішінде менің жақсы есімде қалған бір сөз бар. Сәбитқазы Ақатаевтың: біз мықты ел болу үшін мықты президент болу керек. Мықты президент болу үшін артында тұратын мықты халқы болу керек. Ол халыққа әділ, адал, еңбекқор, күрескер. Мен осы сөз мен әлі күнге дейін жастарға айтып жатырмын.